Аш көздің ажалы тамағы, қудың ажалы амалы. Ертеректе бір аңшы болыпты. Ол аң аулаудың түрлі амалын қолданады екен. Бір күні аңшы аңның жүретін жолына қойдың уыс епкен бүтін құйрығын әкеп тастаса, қуғын көріп шаршап, ашығып келе жатқан бір қасқыр оның үстінен түсіпті. Қасқыр құйрықты жейін десе қорқып, жемейін десе көзі қиып, ұзап кете алмай, айнал соқтап жүргенде бір түлкі келіп, «Ой, Қасеке, неғып тұрсың?» депті. Қасқыр, «Мына жерде қойдың бүтін құйрығы жатыр. Жейін десем бір пәлесі бола ма деп, жемейін десем қиып кете алмай жүрмін» депті. «Несі бар дейсің? Құл базарға барғанда, құйрық арзан болғанда, біреу алған құйрық қой, қанжығаға бос байлап, қолқақ шапқанда түсіп қалған құйрық қой. Сен жемесең мен жейін?» деп тап бергенде қасқыр ұрр етіп, құйрықты бас салыпты да жеп қойыпты. Қу түлкі уыс епкен құйрықты қасқырға жегізіпті де, өзі жолына жүре беріпті. Шыға бергенде оны аңшының қыраны бас салған екен. Қанжығасына екеуін де байлап жатқан аңшы миығынан күліп, «Аш көздің ажалы тамағы, қудың ажалы амалы деген осы» дейді.